Сәлем менің құрметтілерім, бүгін сіздерге жануар майынан жасалатын осындай тоң майдың рецебімен бөліскім келіп отыр. Видео пайдалы болса, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Ол үшін біз жануар майын алып, яғни ешқандай да бір міндетті түрде жылқы майы немесе қой майы деген ондай жоқ. Осындай іш майды алып, бездерден жақсылап тазартып аламыз. Жалпы, бұл бездерден тазарту өте маңызды. Сонда біздің тоң майымыз өте мөлдір әрі таза болып шығады. Бұл табиғи таза өнім, ешқандай да қоспасыз, адам ағзасына зиянсыз. Сондықтан сіз күнделікті ыстық тағамды өсімдік майынан емес, осы маймен жасауға кеңес беремін. Тазартып алғаннан кейін майымызды осылай майдалап турап шығамыз. Егер турау қиын болса сізге, оны ет тартқыштан тартып алсаңыз да болады. Ол ешқандай да бір рөл ойнамайды. Осылай турап алғаннан кейін біз табамызда қуырып аламыз. Және табаға қуыру кезінде табаға жабыс қалмас үшін арасында араластырып тұрыңыз. Бұл ежелден біздің ата-бабамыз пайдаланып келе жатқан май, ешқандай да тоңазытқышта сақтауды қажет етпейді. Күнделікті тағамда бір иіс те болмайды, сондықтан жасап көріңіздер, табиғи таза өнімді пайдаланып жүрейік. Осындай қуырып алғаннан кейін бізде шұжық болады, оны мантыге, самсаға аз-аз мөлшерден қосып тұрсаңыздар өте пайдалы. Суығаннан кейін осылай банкіге немесе өзіңізге ыңғайлы ыдысқа құйып сақтасаңыздар өте ыңғайлы болады. Сіздермен болған Сабира. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видео пайдалы болса, комментарийге қалдыра кетіңіз.